Баршаға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Алла қаласа осы алдағы уақытта YouTube'да қазақша контентті көбейту ниетім бар. Сол себепті мені қолдай кетіңіздер. Ілмек бізімізді аламыз, жібімізді аламыз. Жібіміздің ұшын бас бармағымызбен және ортаңғы саусағымызбен осылай ұстаймыз да, сұқ саусаққа осылай орап шеңбер жасаймыз. Екі жіп айқасу қажет. Мына жұмысшы жібіміз жоғарғы жағында тұрады. Екі айқасқан жіпті қолыңызбен айқасқан жеріне ұстайсыз. Сұқ саусақтағы жіпті осылай шығарасыз. Бізде шеңбер пайда болды. Осы шеңбердің ішіне ілмек бізіңізді кіргізіп, жұмысшы жіпті осылай шығарамыз. Осы кезде екі жіпті қатар тартасыздар. Алғаш алған осы ілмегіміз, мына ілмегіміз үлкен де болмау керек, қатты тартып та тастамау керек сіздер. Бұл тоқығанда бізге ыңғайлы болу керек, яғни мына ілмек бізіміз тоқыған кезде ыңғайлы, осылай емін еркін кіріп шығатындай ілмек пайда болу қажет. Енді бізде алғашқы элементіміз. Бұл элемент бос шалма деп аталады. Яғни осы ілмектің ішінен және осылай ілмек алсаңыз, бұл бізде бос шалма деп аталады. Өзіңізге қажетті ілмекті осылай теріп аласыздар. Қажетті элементімізді теріп алдық. Келесі элементіміз бізде шалмасыз бағанша деп аталады. Ол үшін мына ілмегіміз бар ғой, теріп алған, алғаш соның ең соңғы ілмегін қолыңызбен ұстайсыз. Егер шалмасыз бағаншамен тоқитын болсаңыз, жоғарыға қарап бір бос шалма аласыздар. Соң төменгі ілмегімізден мінекей ілмек бізімізді кіргізіп, жұмысшы жіпті осылай іліп шығарасыз. Екі ілмек пайда болды. Осы екі ілмекті бірге тоқисыздар. Төменгі ілмегімізден ілмек бізімізді кіргізіп, жұмысшы жіпті осылай шығарасыз. Екі ілмек пайда болады. Осы екі ілмекті бірге осылай тоқимыз. Осы бізде шалмасыз бағанша. Бірінші элементімнің атауын көрсеттім. Енді екінші элементіміз бізде жартылай бағанша. Жартылай бағаншаны тоқу үшін жоғарыға қарай екі бос шалма аласыздар. Және жібімізді осылай айналдырамыз. Соң ілмек бізімізде бір ілмегіміз бар. Екінші ілмекті ілдіреміз. Төменгі ілмектен, мінекей төменгі мына ілмектен ілмек бізімізді кіргізіп, жұмысшы жіпті ілдіріп, осылай шығарасыздар. Бізде үш ілмек пайда болады. Мінекей. Көрдіңіз ба? Осы үш ілмектің бірге тоқисыздар. Яғни ілмек бізімде бір ілмегім бар.
Екінші ілмекті ілдірдік. Төменгі ілмекке ілмек безімізді кіргізіп, жұмысшы жіпті осылай шығардым. Менде 1, 2, 3. 3 ілмек пайда болды. Осы 3 ілмекті осылай бірге тоқимыз. Осы бізде жартылай бағанша деп аталады. Келесі бір шалмалы бағанша. Бір шалмалы бағаншаны тоқу үшін біз жоғарға қарай 3 бос шалма аламыз. 1, 2, 3. Жібімізді айналдырамыз. Енді ілмек безімізге жібімізді ораймыз, жұмысшы жібімізді, және төменгі ілмектен жұмысшы жіпті іліп шығарамыз. Бізде 3 жіп пайда болады. Осы 3 жіпті алғаш 2-уін тоқимыз, сол 2-уін тоқимыз. Ілмек безімде бір ілмегім бар. Екінші ілмекті ілдірдім. Төменгі ілмектен ілмек безімізді кіргізіп, жұмысшы жіпті шығарамыз. Бізде 3 жіп пайда болды. Осы 3 жіптің алғаш 2-уін тоқимыз, сол 2-уін тоқимыз. Осы бізде бір шалмалы бағанша деп аталады. Негізгі сөздіктерді қазақ тіліне мен аударған жоқпын. Мен негізі кітаптан алдым. Бұл элементтердің қазақша атауын мен кітаптан алдым. Яғни өзім бұл элементтердің атауын қазақшаға мен аударған жоқпын. Мен кітаптан оқып, соны сіздерге көрсетіп жатырмын. Осы қатарда енді мен сіздерге бір шалмалы бағаншаны көрсеттім. 2 шалмалы бағанша. Бізде осындай бағанша бар. Яғни ілмек безімізге жаңа бір шалмалы бағаншада 1 орадық, 2 шалмалы бағаншада 2 орайсыздар. Бұның да тоқу тәсілі тура бір шалмалы бағанша тәрізді болады. Яғни алғаш 2 ілмекті тоқисыңыз, соң 2 ілмекті тоқисыз, қалған 2-уін осылай тоқисыздар. Егер ілмек безіңізге 2 орасаңыз, 2 шалмалы бағанша, 3 ора болсаңыз, 3 шалмалы бағанша деп аталады. Мен бір шалмалы бағанша менен осы қатарымды аяқтайын. Соң келесі элементті көрсетемін. Келесі элементті көрсету үшін жоғарғы 3 шалма алып, жұмысшы жіпті айналдырдым. Бір ілмектен жасалған бір шалмалы 3 бағанша. Ол қалай жасалады? Ілмек безімізге жібімізді орап, ілмектен бір шалмалы бағаншадан 1-уін тоқыдым. Тура осы ілмектен 2-ші бағаншаны тоқимын. 3-ші бағаншаны да тура осы ілмектен тоқимыз.
анықтап көрсетейін. Мына ілмекке бір шалмалы бағаншадан біреуін тоқыдым. Тура осының жанынан екінші бағаншамды тоқимын. Тура осы жерден бір шалмалы бағаншаның үшіншісін тоқыдым. Бізде осындай өрнек пайда болды. Яғни осы элементіміз бізде бір ілмектен алынған бір шалмалы үш бағанша деп аталады. Келесі элементіміз бір төбеден шыққан бір шалмалы үш бағанша. Ол мінекей. Бір шалмалы бағаншаны төменгі ілмектен кіргізіп, толық аяқтамай, жартылай алғаш екеуін бірге тоқимыз. Келесі бір шалмалы бағаншамызды жанындағы ілмектен осылай аламыз да, оны да аяқтамай, жартылай алғашқы екі ілмегін бірге тоқимыз. Үшінші бағаншамызды тура осылай аяқтамай, жартылай тоқимыз. Енді ілмек бізімде 4 жібім бар. 4 ілмегім бар. Кешірерсіздер. Сол 4 ілмектің алғаш үшеуін, соң екеуін осылай тоқимыз. Осы бізде бір төбеден шыққан бір шалмалы үш бағанша деп аталады. Мінекей. Бір шалмалы бағаншаны аяқтамай, біреуін тоқыдым. Жанындағы ілмектен екіншісін, бір шалмалы бағаншаны аяқтамай, екінші бағаншаны тоқимын. Соң үшіншісін тоқыдым. Енді алғаш үш ілмекті бірге, соң екі ілмекті бірге осылай тоқимыз. Бір ілмектен алынып, қосылып, тоқылған бір шалмалы үш бағаншаны көрсетемін. Мінекей. Төменгі ілмектен бір шалмалы бағаншадан аяқтамай біреуін тоқыдым. Тура осы жерден екінші бір шалмалы бағаншаны аяқтамай алғашқы екі ілмегін бірге тоқып алдым. Менде екі аяқталмаған бағанша бар. Енді тура осы жерден үшінші бір шалмалы бағаншаны аяқтамай алғашқы екі жібін бірге тоқыдым. Менде үш бағанша бар. Осы үш бағаншаны бірге тоқимыз. Соң қалған екі жіпті тоқимыз. Қараң. Төменгі ілмектен бір шалмалы бағаншаны аяқтамай алғашқы екі жібін тоқимыз. Соң тура осы жерден бір шалмалы бағаншаның екіншісін толық аяқтамай алдыңғы екі ілмегін тоқимыз. Жібімізді іліп, жаңағы ілмектен енді аяқталмаған үшінші бір шалмалы бағаншаны тоқыдық. Ілмек бізімізде 4 ілмегіміз бар. Сол 4 ілмектің үшеуін бірге тоқисыз, соң екеуін бірге тоқисыз. Осы біздерде бір ілмектен алынып, қосылып тоқылған бір шалмалы үш бағанша деп аталады.
Міне сіздерге 8 элементтің жасалу жолы және қазақша аталуын көрсеттім. Келесі қызықты видеоларды жіберіп алмайын десеңіздер, арнама тіркеліңіздер, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар.